Білім күні қарсаңында қызметкерлердің балалары ішкі істер министрлігінде қонақ болды. Бүлдіршіндерді ведомство басшысының өзі қабылдады. Сағынып қалдыңдар ма мектепті жаз бойы? Жоқ, сағынған жоқсыңдар ма? Министрліктің биылғы алқа отырысында мемлекет басшысы жастар өз құқықтарын біліп, заң тұрғысынан сауатты болуы қажет деген болатын. Ол үшін полиция бөліністерінің басшылары өскелең ұрпақпен жиі кездесіп, қылмыс пен құқық бұзушылықтардың алдын алуға көп көңіл бөлуі тиіс. Осы орайда еліміздің бас полицейі жасөспірімдерге қауіпсіздік шаралары туралы ескертті. Қандай пәнмен саған қызықтырады? Қайсы? Мен көбінше математика пәнін жақсы көремін. Абай мектебінде оқығанда сода маған көбінше соревнованияға неге жіберген, сондықтан мен Абайдың 20 бөлігін білемін. Дұрыс, өте дұрыс. Балаларға ведомство атынан планшеттер тарту етілді. Тәртіп сақшылары гаджеттерге 102 мобильді қосымшасын жүктеп, оқушыларға оны қандай жағдайда және қалай қолдануға болатынын айтты. Кішкентай қонақтар арнайы көрмені тамашалады. Жедел басқару орталығында түрлі жобалармен танысты. Я увидела там, где сбивают машины. Это страшно. Надо смотреть на светофор, чтобы больше такого не было. Надо переходить на зеленый цвет. Надо смотреть по сторонам, нет ли машин. Надо тогда ты на велосипеде надо слезть и пойти с велосипедом пешком. Бүкіл Астанада 30 000 камера бар екен, мен түсініп алдым. Және бүкіл камера Астанадағы бүкіл мектептерде бар екенін, және олар балалардың бір-бірімен төбелескені немесе бір-бірімен разборка болған кезде түсіреді. Қалған ішінде 30 000 камера бар екен білген кезде өзіңді кішкене қорғаулы сияқты сезіне аласың.